Шу ауданының жастары ғылыми техникалық шығармашылықты дамыту ісіне мықтап ден қоя бастады. Мұқағали Мақатаев атындағы Трек мектебі осындағы 11 мектепте робототехника үйірмелерін ашып, оқушыларға осы саланы терең меңгерсек дейді. Бұл бастаманы жергілікті атқарушы билікте қолдап отыр. Қазынадан бұл мақсатқа 6,5 миллион теңге бөлініп, жұмыс басталып та кетті. Мұқағали Мақатаев атындағы Трек мектебі бұл бағыттағы алғашқы жұмысын робототехника оқу үрдісінде тақырыбындағы семинардан бастады. Осы саланың қыр-сырына қанық мамандар қатысушыларға ғылыми техниканың қазіргі білім беру ісіндегі рөлін айтып, сонымен бірге түрлі роботтардың құрылысы мен қызметімен таныстырды. Герабой, түс реттеуші, лего робот, күшік робот, базалық роботтар балалардың қызығушылығын арттырып қана қоймай, ғылымға деген ынта-жігерлеріне ерекше серпін берді. Мына роботты жасаған кезде бірнеше датчик, мына инфракрасный датчик, одан кейін датчик света қолдандық. Программасында негізі бұл алдында тұрған кедергіні анықтайды. Кедергіге барып, кедергіні шеңбер сыртына шығарып, шеңбердің қарасызығына жеткенде мына датчик срабатывать етіп, роботымыз артқа қайтып, содан кейін басқа кедергіні іздей бастайды. И осы программаны циклға енгіземіз. И цикл бойынша осыны қайталап тұрады. Біздің робот түсті таңдайды, әртүрлі түстер салып, бұғанда арнайы бағдарлама программасы енгізілген, түстерді салып, яғни мынау лотокқа қойып қойсақ, бұл әр түсті өзінің ретретімен тауып, ретретімен тастайды. Жалпы алғанда аудандағы жалпы орта білім беретін 11 мектепте робототехника үйірмелері мен элективті курстар ашу жоспарланып отыр. Ол үшін аудандық қазынадан 6 миллион 474 мың теңге бөлініп, аталған қаржыға 33 дана лего роботтар сатып алынған. Оған қоса ағымдағы жылы жергілікті бюджет есебінен аудандағы мектептерде жаңаша бағытта түрлендірілген физика, химия, биология кабинеттері мен лингофонды мультимедиалық және робототехника кабинеттерін жасақтау көзделуде. Ауданымызға биылғы жылға 33 комплект лего роботтар сатып алынды. Бұл робототехниканың жалпы оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауға, өз еріктері мен қиялдарының шеңберінде кез келген роботтарды, құрылғыларды жасауға мүмкіндік беретін үлкен құрылғылардың бірі болып табылады. Жалпы осы роботтарды тек қана информатика сабағында ғана емес, математика, физика, технология сабақтарында да теңдей қолданып, сол пәндерді игеруге үлкен септігін тигізетін құрылғылардың бірі болып табылады. Елбасымыз Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыру керектігін, мұндағы негізгі фактор 4-ші өнеркәсіптік революция элементтерін жаппай енгізу болуға тиістігін айтқан болатын. Яғни автоматтандыру, роботтандыру, жасанды интеллект, ауқымды мәліметтер алмасу міндеттерін алға қойды. Демек ауданда жасалып жатқан бұл іс-шаралардың барлығы алға қойылған осындай міндеттерді жүйелі түрде жүзеге асырудың алғашқы қадамдары десек болады. Аягөз Тілеуханқызы, Жұмахан Төлеуұлы, жаңалықтар қызметі, Шу ауданынан.